Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай медовый корждан елка тортының жасалу жолын көрсететін боламын. Өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Жаңа жылда отбасыларыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмсақ сары майымызды осылай кішкене араластырып, үстінен бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Үстінен қантымызды қосып, тағы бір рет араластырып жібереміз. Оның үстінен сүтімізді, бір қасық балымызды қосып, жақсылап араластырып, водяной баняға осылайша қайнап тұрған судың үстіне қойып, венчикпен тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Осылайша тоқтаусыз араластырып тұрыңыздар, себебі қатты қайнап кетпеу керек, кішкене ғана ыстық болу керек. Бұлай қолыңызды салып көрген кезде ыстықтығы білінуі керек. Енді кезекте содамыздың үстінен кішкене уксус қосып, массаға салып жақсылап араластырамыз. Массамыз осылай аппақ болып көтеріліп кетеді. Ол жай ғана екеуі бір-біріне реакция жүргендіктен, осылайша кішкене араластырып, газден алып қоямыз. Енді кезекте үстінен ұн қосамыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен ұнның барлығын қосқан жоқпын. Осылайша венчиктің немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, ұнның барлығы біріккенше араластырамыз. Қалған ұнды қосып, сіздерге кішкене көбірек немесе кішкене аздау ұн керек болуы мүмкін, себебі әркімде әрқалай болады. Осылайша қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр болып шығуы керек. Қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке кем дегенде 3 сағатқа қойып қоямыз, себебі қатуы керек бізде. Осылайша А4 параққа елканың формасын шығартып алдым компьютерден. Сіздер егер бұндай елканың формасын таппай жатсаңыздар, описаниеге менің инстаграмымды қалдырып кетемін. Сол жерден маған жазсаңыздар, сіздерге жіберетін боламын. Осылайша қатты үлкен емес, формасы кішкентай ғана болып шығады. Міне біздің қамырымыз мұздатқышта тұрды, қолға жабыспайтындай етіп алып, 3 бөлікке бөліп алдым. Пергамент қағазына кішкене ұн сеуіп жібереміз де, жаңағы бөліктің біреуін жайлап жайып шығамыз. Форманы қоярдан алдында қамырдың үстіне кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер де, осы форманың бойымен пышақтың көмегімен осылайша кесіп шығыңыздар. Және де қатты көтеріліп кетпес үшін вилкамен осылай 3-4 жерінен тесіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста ровно 7 минут шамасында пісіреміз. Ендігі кезекте кремін дайындап аламыз. Ол үшін салқын сливкидің өзін бірінші миксерлеп жіберіп, үстінен творожный сыр мен сахарный пудраны қосып, жақсылап крем болғанша миксерлейміз. Міне бізде осылай кішкене қоюлау, өте нәзік, әдемі крем болып шығу керек. Ендігі кезекте тортымызды жинаймыз. Осылай астына кішкене крем жағып жіберсеңіздер, корждарыңыз жылжымай тура шығады. Кондитерлік мешокқа кремімізді құйып, мен вупипайдың насадкасын пайдаландым. Егер де ол сіздерде жоқ болса, ұшын кішкене кесіп жіберіп, дәл осылай дөңгелек етіп, шеттеріне бірінші жағып шығамыз, содан кейін барып ортасын толтырамыз. Менде дәл осы тестадан 4 корж шықты. Ең бетіне де осылайша кремді жағып болғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, яғни фантазияларыңызға қарай әртүрлі жеміс жидектермен, шоколадтармен сәнде берсеңіздер өте әдемі болып шығады.
Ең соңында осылайша қар сияқты болып тұру үшін сахарный пудраны үстінен сеуіп шықтым. Міне біздің жаңа жылдық елка тортымыз дайын болды. Мұздатқышқа кем дегенде 2 сағатқа қойып қойыңыздар. Сонда мына крем мен корждар бір-біріне сіңіп, дәмі өте нәзік, күшті болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.